Сәлеметсіңдер ме достар, менің атым Айбала, мен американды қыз, қазақша сөйлей аламын. Мен дағы 20 басқа тілде сөйлей аламын. Мен Атланта қала, Джорджия штаты, Америка құрама штатыдан келдім. Мен қазақша 3 жыл үйреніп болдым. Мен дағы Қазақстан өтіп барғым келеді. Менің жан досым Шахизада Үшрал ауылдан келдім. Менің сүйкімді қазақша сөздер бірінші ойбай, маған осы сөз маған көп ұнайды. Екінші сондықтан маған ұнайды. Білмеймін неге, бірақ маған ұнайды. Үшінші қанағаты дыры маған дықтарыңыздан. Рахмет сізге, рахмет сіздер және сау болыңыз. Қазақстан алға. Сәлеметсіз бе достар, қалай? Мен айтамын керек, Қазақстанда рахмет. Мен бірінші уақыт Қазақстанды барадым. Қазір мен Америкаға келдім, және мен Қазақстанды сағым кеттім ғой. Мен Америкада келдім, және бірінші менің әкем қашан мен Қазақстанда барадым, ол маған айта, Камила, сіз осы идея бар Қазақстан үшін, мүмкін қашан сіз келесіз, перфект емес, және мүмкін сіз шок қалдыңыз. Және мен айтамын, маған окей, мүмкін қашан мен Қазақстанда барамын, мен жақтырмаймын, менің идея Қазақстан туралы жоқ, бірақ рас емес. Қашан мен Қазақстанда келдім, мен бәрі жақтырамын ғой, бәрі жақсы болады. Адамдар да жақсы, базар да жақсы, лада да жақсы болады, бәрі перфект болады. Көз кес, көз, көш кеш, көш, кір, күл, кел, күл, келін қысқа сөз қымы қида тез, арқада 6 арқар бар, 40-да 40 арқар бар, 40 арқада ақ арқар бар, 6 арқада марқа арқар бар. Assalamu alaikum. Today I'll be sharing some of my favorite words in 3 different languages, which would be Kazakh, Hazaragi, and Uzbek. First, my favorite words in Kazakh are, I have a few of them, and a lot of them don't really have a reason, but first is Rüля, Ойбай, Қанағатыл дырмаған дықтарыңыздан, ауыздынды жап. I saw that in a video one time and it stuck in my head forever. Another one would be Махаббатым, жаным, and probably Arman. I like that word as well. And then next, my favorite words in Uzbek would be Yuragım, Azizam, Gıybetçiler, Kızları, and what other ones? I like the word qishloq. It just sounds fun. My 2 favorite words, which I think anybody who knows me knows this, is devona and shilpildaq. I think you've all heard me say this before. And then my favorite words in Assalamu alaikum. Менің атым Камила, бірақ менің қазақша атым Айбала. Мен Америкадан келдім, және мен қазақша мүмкін 90% сөйлей аламын. Мен Қазақстан жақсы көремін, және мен қазақ тілі жақсы көремін. Мен қазақша үйреніп баштадым, қашан мен мүмкін 13-14 жасадым. Қазір мен 20 жастамын. Мен 100% американды, көп адамдар маған айтады, Айбала, сіз рас американдықмысыз? Және мен айтамын, албатта, мен 100% американдықмын. Менің әкем американдық, және менің анам дағы американдық. Қазір мен Өзбекстанда тұрып жатырмын. Бұрын мен Америка, Атланта қала, Джорджия, Америка құрама штатында тұрадым. Бірақ азыр мен Өзбекстандадым. Мен Қазақстан 2 вақыты болдым, және мен Қазақстан 100% жақсы көремін. Қазақстан менің сүйікті жерде бір дүниеде. Мен қазақ музыканды жақсы көремін. Шаршамай, тек шаршамақ, аяқ қолым тазадақ.